Елімізбен құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Нөмір 1 Қазақстандағы ауа райы болжамы жеткізетін арнадасыз. Біз бастадық. 32 градус ыстық немесе нөсер жаңбыр. Алдағы күндерде арналған ауа райы болжамы Қазақстанның бірнеше өңірінде 30 градус ыстық болады. Синоптиктер елдің басым бөлігінде ауа температурасы көтеріледі деп болжайды. Кейбір өңірлерде термометр бағандары 32 градусқа дейін жоғарылайды. Қазгидромет РМК нақтылауынша, келесі аумақтарда ауа температурасы көтеріледі. Солтүстікте 18-27 градус, орталықта 22-30 градус, Шымкентте 20-28, таулы аумақтарында 10-15 градус, оңтүстікте 27-32 градус, таулы аумақтарында 22 градус, оңтүстік шығыста 20-30 градус, таулы аумақтарда 10-15 градус. Сонымен қатар күндізгі ауа температурасы батыста 7-18, солтүстік батыста 10-20 градусқа дейін төмендейді. Нөсер жаңында Мәскеу маңында жылжып келе жатқан циклон немесе оның байланысты атмосфералық фронттардың республика аумағында тұрақсыз ауа райын қалыптастырады. Еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жекеленген аудандардағы бұршақ жауып, дауыл тұрады делінген синоптиктердің хабарламасында. Республика бойынша жел күшейіп, сондай-ақ түнгі және таңертең уақытта тұман түсуі мүмкін. Бізді тамашалап, ең соңғы ауа райы болжамдарын алғашқылар қатарында біле отырыңыз. Сау саламат болыңыз.